Ақындар сахнаның төрінде отса, көрермен ақындарға сеніп отса, әскерден қашып жүрген бала дейді, түрлі жағдай елімде болып жатса, қазіргі әскеріңіз жемқор болды, айтылар казарманың төрінде отса, жастарбаздан ақшаны талап етеді, айтыңдар қайдан болсын тегін ақша, бірақ детке ол жағдай қызықтырмай, ұрып теуіп жас баланы соғып жатса, 5000 үшін асылып қалған сарбаз, казарма емес ажал құшып көрде жатса, осы жағын бұлбұқтар неге айтпайды, көңілі талай жанның солып жатса. Осыдан соң әскерге қалай барам, жақсылық ел жиылатын төгіп отса, баласынан айырылған талай ана көз жасын көлгіменді төгіп жатса, халықпенен қоштасып кеткен ұлы табытпенен қоштасып келіп жатса, әмирлігім деуші атам келінге ұл тағыңыз, қыстатса көйлегіне гүл тағыңыз. Осы жағын мұхтарлар неге айтпайды, деп отыр жоңышқадан қыл табыңыз. Әлиямен Мәншүктен ұят болды, ажал құшып жатса егер сұлтанымыз. Бауыржандай батырдан ұят болды, құпиялы өлімнен сырданыңыз. Қара қағаз келетін соғыстай боп, жүректен жалын атса ынтағымыз. Осылардың барлығын білеміз ғой, әйтпесе қайдан табамыз сылтауды біз.